Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен Қазақ Тренд каналы. Бүгін мен сіздерге Redmi телефонының сіз білмейтін кейбір функциялары, жасырын функцияларын айтып беретін болам. Бастамас бұрын каналға подписаться және лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар. Демек біз бастадық. Сіздерге бірінші көрсететін функциям ол беззвучный режимге қою. Беззвучный режимге уақытша қою, яғни ол үшін громкоговорительді, яғни громкості көтеретінді басамыз және астынан шығып тұрған 3 точканы басамыз. Мына 3 нүктені басамыз және бізде осылай болып шыға келеді. Сонда беззвучный дегенді бассаңыздар, оны уақытқа қою, уақытша қою. Міне қарап тұрсаңыздар, белгілі бір уақытқа қоюға болады. 30 минут, 1 сағат, 2 сағат және 8 сағатқа қоюға болады екен. Демек 30 минутқа қойсаңыздар, міне бізде минут арқаға айлануды бастады. Демек біздің телефонымыз жарты сағаттан кейін өзі автоматты түрде беззвуктан шығып кетеді. Бұл уақытша беззвукқа қою. Шығару үшін тағы қайтадан беззвучный бассаңыздар, өзі автоматты түрде беззвуктан шығып кетеді. Демек екінші функция ол біздің кірген, мысалы үшін WhatsApp-қа кіреміз, немесе YouTube-ға кіреміз, сол кезде кіріп қайтадан шығып кетсек, біздің телефонымыз оны өшіп тастайды жадынан. Яғни сол келген жерден жалғастыра алмаймыз. Видео бола ма, не болса да, сол келген жерден кіріп жалғастырып кете алмаймыз. Оны сол дәл сол жерден жалғастыру үшін біз бір функцияны қосуымыз керек. Алдымен оның үшін кіріп тексеріп көрсетейін. WhatsApp-қа кірдім, мысалы үшін мен мынаған кірдім да шығып кеттім. Кірдім да және өшіріп тастадым, мысалы үшін да. Енді қайтып кірсем, басынан кіреді. Енді осыны дәл сол жерден бастау үшін назад кнопкасын басамыз да және WhatsApp-тың ішінен басып тұрамыз. Міне заблок шықты, міне. Осыны басып қоямыз. Міне біздің көріп тұрған телефонымыз қолыпқа түсті. Міне өшірдік. Кіреміз, бірақ дәл сөзден жалғастырып кете береміз. Оны қайтадан шығарып тастау үшін және жаңағындай назад кнопкасын басып, үстін басып тұрсақ, міне заблок кнопкасын қайтадан қолтап қойсақ, болды, өшіресіздер, бастан кіре берсеңіздер, қайтадан қосылып кетеді. Жаңағындай ескі жағдайға түсіп қалады. Бұны кез келген нәрсеге қолдануға болады. Instagram, YouTube, кез келгеніне кіріп дәл солай қолтап қойсаңыздар, дәл сол келген жерден жалғастырып кете бересіздер. Демек, екінші функциямыз ол үшінші функциямыз, яғни бұл телефонды кішірейту, экранын кішірейту, яғни. Ол үшін настройка кіреміз. Настройканың ішінен бізге расширение настройка керек болады. Расширение настройка кіреміз және управление одной рукой деп тұр, міне. Осыған кіреміз. Одной рукой кірдік. Менде қосылу тұр бұл. Сізде былай өшік болады. Соны былай дәл қосып қойсаңыздар, 4 дюйм, 4,5, 4 және 3,5 дюймға қоюға болады. Бұны қосу үшін сіздер телефонның домой кнопкасы мен назад кнопкасын, егер мына бетке аударғыларыңыз келсе, оң жаққа аударғыларыңыз келсе, осы екеуін, егер немесе сол бетке болса, домой кнопкасы мен назад кнопкасын бірге қосып басасыздар. Яғни жылжытамыз тек. Домоймен жылжытамыз жай ғана. Міне, бізде қосылды. Менде экран кішірейді. Бұл яғни бір қолмен жұмыс істегенге өте ыңғайлы. Міне көріп тұрсыңыздар, кішкентай болып келді, бірақ жұмыс жасап тұр. Мына бетке аудару үшін жағына мына бетке аударамыз. Қайтадан орнына қалпына келтіру үшін жаңағындай домоймен назад кнопкасын бір-біріне жақын түрде басамыз. Міне, бізде уже қос қайтадан өзіміздің бұрынғы экранымызға қайтты. Сіздер өздеріңізге керекті экранның размерін дәл осылардың үшеуінен бірін таңдап қосуларыңызға болады. Демек, енді келесі төртінші соңғы функциямыз ол плавающий экран. Яғни біз WhatsApp-ты мысалы үшін өзімізге экранымызға кішкентай етіп шығарып қоюға қалай. Мына жандағы меню кнопкасын басамыз және WhatsApp-ты үстінен басып тұрсақ, міне бізде шықты. Міне экранның жарысын көрсетіп тұр. Соған бассақ, міне бізде экранымыздан кішкентай болып шыға келді. Төбесінен үстайдынан басып, ары-бері жылжытуға болады. Астынан алып, сіздер оны жауып тастайсыздар. Үстен басып, ары-бері жылжытып қоюға болады. Дәл осылай жылжытып қойып, кез келген жұмыстарыңызды жасай берсеңіздер де болады. Мен Instagram-ға кіріп, экран егер сіздерге үлкендік қалатқан болса, төбесінен басып, жаңа бұрышқа алып келіп қой жүрсеңіздер, кішкентай ғана қалады. Міне, кішкентай болып қалды. Міне тұр, бір бұрышта тұр. Мен оны көріп ота берем. Кімнен сообщение кеватқан жоқ, соның бәрін көріп. Үстін қайтадан бір рет бассаңыздар, тағы қайтадан үлкен болып ашыла келеді. Өшіріп тастау үшін астынан ұстап төбеге тартсаңыздар, бұл өзі өшіп кетеді.
Қарағандар үшін рахмет. Каналға лайк қойып подписаться басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеом нәсіп етсе егер телефоннан, осы Redmi телефоннан қалай папканы қолтап қоюға және секретный папканы ашуға болады, сол туралы түсіретін боламын. Каналға лайк қойып подписаться басып кетсеңіздер, және өзіңіздің түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға сұрақ ретінде қойып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде оқып сіздерге ответ қайтаратын боламын. Кездескенше сау болыңыздар.